Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі Мерседестің люгі болды, проблема. Қазір айтатын боламын, Мерседес 89 жылғы екен, Германияда шыққан. Бұда ең басты проблемасы мынау. Люк істемей қалды деді. Предохранительдердің жауап беретін жерлердің барлығын көрдік. Мынау А деген предохранительде замок ашылған кезде питание пайда болу керек. Люктікі, яғни люк, электросиденье екеуіне жауап береткен. Бұлда питание болмады. Мына жақта қарадық. Мынау ақ реле А деп есептелінген. Бұл Мерседестің өзінің распиновкасы бойынша. Осы Ада барлығы келіп тұр. Контакт жапсырған уақыт келген. 89 жылғы өзінің заводской релесі әлі тұрған. Сол себепті жұмыс жасамаған екен. Басқасын алып келіп салдық қазір разбордан. Жұмыс ашылып кетті. Егер осындай сиденьемен немесе люкпен проблема болатын болса, осы предохранитель и ана релені көріңіздер бірінші очередь.